Теплый пол керек па? 500 теңгеден. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Кезекті тапсырысты аяқтадық. Ал баға жайында видеоның соңында айтатын боламыз. Одан алдын біз не жұмыс жасалынды және қалай және бәрін таныстырып өтетін боламыз. Қараңыздар, бізде холда улитка системада жасалынған. Холдың өзін төртке бөлгенбіз. Қараңыздар, как положено фольгалармен және бұның астында пенофлекс бар. Арнайы якорный скоба деп айтылады, скобалармен қатырып шыққанбыз. Және бізде витражный терезе болғандықтан оған мынандай конвектор қойып, осындай шешім қылғанбыз. Шешім мына жерде ертең терлер суақпас. Бізде холл, зал, басқа бөлмелердің барлығы жоғарғы температура болады дағы, ал спальный бөлмелеріміз төменгі температура болады. Спальный бөлмелерде теплый пол тек қана комфорт үшін. Жалаң аяқ жүрген кезде бала шағаңыз аяқтары жаурамас үшін. Ал спальный бөлмелерде радиатор қосымша қойып кеткенбіз. Мына қараңыздар. Мынандай шешім қылғанбыз. Отдельно спальныйға келеді дағы утепленный. Сол жерден бастап спальный бөлмелерге тарайды. Бұл да улитка системада жасалынған. Ал негізгі жылытқыш сақ ол бізде радиатор. Радиаторлардың қараңыздар, как положено стравить етіп, шпаклевкасын жағы қатырып кеткенбіз. Ертеңгі күні ремонт істейтіндерден алып, қайтып салған кезде размерлері айнымас үшін. Жұмыстар осылай жүрген. Бізде енді кезекті көрсететініміз мына жақта санузел дедім. Бізде 2 санузел бар. Соны көрсетейік. Ал байқағандарыңыздай бұл үйде барлығы технология бойынша жасалынған. Жаңа айтқанымыз пенофлексіміз бар, демперный ленталарымыз бар. Не үшін демперный лента қатырылады? Себебі ыстық суыққа расширение сужение болады. Сол себепті демперный лента қатырған. Мына жақта байқағандарыңыз еш жерде бізде коллекторлер көрінбейді. Оның себебі барлық коллекторлерді біз подвалға жатырғанбыз. Қараңыздар, барлығы подвалдан осылай шығады дағы, осылай тарқайды осы жақта. Кухнямызда қабырғамызда 6 сантиметр жеткізбей кеткенбіз. Осылай қалдырдық мына жақты. Ал мына жерде тағы витражный терезе болғандықтан ол жерге байқасаңыздар, трубаның түсі екеуі 2 түрлі. Мына жоғарғы температураға шыдайтын труба, мынау теплый полға арналған трубамыз. Мына қараңыздар. Мына жерге осылай конвектордың орнына кафель болатын болғандықтан, осындай жоғарғы температураға тұратын осындай трубаларды таңдағанбыз. Себебі жаңа айтқанымыздай, мына жерде витраж бар, терлемес үшін. Мына жақта санузелді көрсетейік. Негізі главный санузел бұл жерде. Бізде мына жерде бір санузел, және осының арқасында екінші санузел болғандықтан, котельныйымыз ұзақ болғандықтан, рециркуляциямен жасатып, нелерімізді, водопроводтарымызды. Мына байқағандарыңыздай жоғарысында мұздай су, ортасында ыстық су, ал астындағысы рециркуляцияға арналған. Так, бізде гаситель гидроудары деп айтылады. Суды ашып жатқанда резко давлениеге гиппи шлангілеріңіз жарылып кетпес үшін осындай гидроудар гасительдерді қойғанбыз. Бұның коллекторлардың артықшылықтары негізі көп. Басты айтатынымыз, әр точкада өздерінен отдельно өшіріп қосуға болады. Мына жақта раковинамыз, оны өшіріп қосасыз, душ дейсіз, душты өшіріп қосуға болады. Және бізде тағы бір пайдасы, бір точканы ашық пайдаланған кезде, екінші точка ашық қалса да, судың давлениесінде перепад болмас үшін. Осындай коллекторный системаны осы жерге ұсындық және қойдық. Мына жақта байқағандарыңыздай гигиенический душ, инсталляцияны как положено қатырып қойған. Бұл жерде ешқандай қорқыныш болмаса да болады. Және мына жақта душты қараңыздар, трапты өз уровеньде айнымайтын қылып қойып жасап бердік. Бізде ұсталармен ақылдасып, дизайнерлермен ақылдасып жұмыс жасалынды бұл жерде. Ұсталар қалай етті, дизайнерлер қалай бізге чертеж берді, дәл сол бойынша жасап шықтық. Так, енді үйдің ең основной жүрегі котельныйды көрсететін боламыз. Жүріңіздер, котельныйды көрейік. Бізде подвалға арналған өзі котельный жасалынды. Подвалға арналған деп котельныйға арналып, арнайы подвал жасалынды. Бұл негізі бізде патологымыз
мына кухняның асы, дәл асы, бұның потологы негізі ағаштан болған. Соны алып тастап, стандартқа сай болу үшін бетон құйылған мына жерге арнайылап. Так, бұл жерге үй 160 шаршы метрлік үй. Соған мына жерде одноконтурный везман қазандығын таңдағанбыз. Және суларды ыстық суға біз косвенный бойлер 200 литрлік таңдағанбыз. Так, бір жерден айтайық, мына жерде қазандыққа арнайы қосымша бізде расширитель бар, стабилизатор, және мына жерде қараңыздар газ фильтр және диэлектрический мурты. Мына жақта 200 литр косвенный бойлер. Так, мына жерден главный су келеді дағы, обратно қайтып қайтады. Бұл не үшін? Сыртқы газондарға осылай шешім қылдық. Себебі үстіңнен қатып қалмау үшін төменгі этажға түсесіз де, осыны жауып қойсаңыз, сырттағы суларыңыз қатпайды. Кіреді, кіргенде қараңыздар, Нептун датчик протечки сервер брейд қойдық. Одан кейін бар редуктор давление, үйдің судың давлениесін реттеп тұру үшін арнайылы. Одан кейін тонкий очиститель фильтр. Одан кейін кіреді да өтеді дағы трайникпен мына жерде полифосфатты фильтрге және оған дейін үйге, главный үйге су тақайды. Себебі мынау ішуге жарамсыз полифосфатты фильтр. Сол үшін оған дейін жібердік. Полифосфаттан шыққаннан кейін бір жағы косвенный бойлерге, бір жағы отоплениеге құйылады. Как положено, мына жерде крандарымен барлығын шешілетін қылып, нагоды үшін кейіннен қарағанда, кейіннен ремонт жасауға барлығын ыңғайлы қылып жасалғанбыз. Жаңа көрінбей тұрған коллекторлеріміздің барлығы подвалдар. Мынау біріншісі коллекторымыз бізде лучевая система радиаторларға арналған. Екінші айтқанымыздай спальный зоналарға төмен температура береміз. Одан кейін мына жақта үшінші кішкене спальный зоналардан қарағанда жоғарылау температура басқа бөлмелерге, холл, зал және прихожка, кухня деген сияқты басқа бөлмелерге жоғары температураға арналған. Бұған бізге мынандай частотный арнайы насос қойдық, трехходовоймен. Осылай мына жақтан келген 60 градус суды осылай турлап 40 градус қылып жібересіз мына жақтан қарай. Ал мынамен 30 градус қылып двухходовоймен төмендетіп қоя бересіз. Жалпы жұмысымыз осы. Енді бағасына келетін болсақ, бізде бағасы 500 теңге теплый пол деген ондай бізде жүрмейді. Бізде теплый пол, радиатор, барлығы осы көрген жұмыстарымыздың барлығы по полу квадратпен есептелінеді. Оның бағасы 5000 теңге. Мысалға сіздің үйіңіз 100 квадрат болса, осы жұмыстың бәрін жасап береміз, 500 теңге болады. Бізде квадратпен, точкамен деп жүрмейміз. Үйіңіз қандай, сіздерге ыңғайлы болу үшін дәл осылай жасадық. Үйіңіз қандай, сол квадратқа 5000 теңгені көбейтсеңіз, біздің жұмыс ақымыз шығады. Жұмыстарыңыз аман болса хабарласыңыздар, аман болыңыздар.